Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге овсяник печеньесін әзірлейтін боламыз. Бізге керекті овсянканың ұны, ұн, құмшекер, сары май, тұз, қопсытқыш, 2 дана жұмыртқа, ванилин. Ең алдымен 2 дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Құмшекерімізді саламыз. Сары майымызды саламыз. Шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы керек. Араластырып болған соң үстіне қопсытқышымызды, тұзымызды салып, тағы да бір-екі араластырып жібереміз. Бұның үстіне блендерден үгітілген овсянкамызды саламыз. Ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қою болғанша. Не көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұның үстіне ванилинімізді саламыз. Егер сіздерге шанышқымен араластырған ыңғайсыз болса, қолмен жұмыс жасасаңыздар болады. Печенье формасын істемес бұрын 10-15 минутқа тұрғызып қойсаңыздар болады. Бізге керек осындай овсянканың ірілері. Печенье формасын жасайтын боламыз. Осылай кішкене бөлігін алып, әдемілеп домалақтап, овсянканың ірісіне аунатамыз. Осылай қысып жібереміз. Төгіліп түсіп қалмау үшін. Табамызға саламыз. Көз жобамен бірдей формамен жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, жұмсақ печенье шығады. Овсянкаға аунатып болғасын қысып жіберіңіздер, төгіліп түсіп қалмау үшін. Және сіздерге айта кететіндей бір жайт, осындай майда шоколадтар болады, овсянканың орнына пайдалансаңыздар. Осылай арасын алшақ саламыз. Духовкада піскеннен кейін бұл көтеріледі. 180 градуста қызарып піскенше ұстаймыз. Міне осылай әдемі болып піседі. Өте әдемі түрде. Сіздерге қазір біреуін бөліп көрсетемін. Қараңыздар. Сіздер де істеп көріңіздер, ас болсын.